күйзелістен қалай арылуға болады? Өмірдегі қиын жағдайларға байланысты кез келген адам күйзелісті бастан өткеруі мүмкін. Алайда гендік ерекшеліктерге сәйкес бұл сезімді әйел адам ерлерге қарағанда басқаша қабылдайды. Күйзеліске түскен нәзік жандылар бұл шырмаудан қалай шыға алады? Әйел адам күйзелістің бірнеше түрін бастан өткізеді. Оның алғашқысы жыныстық жетілу уақытында сәйкес келеді. Бұл кезеңде қыз балаға өз-өзіне қол жұмсау туралы ойлар келе бастайды. Осы жаста денеге тарту мен пирсинг салдыру да өзін-өзін қинауға деген талпынысты көрсетеді. Осылайша қыз баласы ішкі дертін жазғысы келетін көрінеді. Дәл осы кезеңде жасөспірімде мұңға батыратын алғашқы ғашықтықта орын алады екен. 12-18 жас арасында өтетін бұл кезеңде қыз баласына қолдау ауадай қажет. Ал ата-анаға өз баласын түсіну үшін ең бастысы дұрыстап сөйлесу алу керек екен. Қыздың анасы бұл уақытта тек ұрысып емес, жай түсіндіруі абзал. Ал әкесі міндетті түрде оның бой жетіп келе жатқанын айтып отыру керек. Келесі кезең 30 жастағы әйелдің күйзелісі болып табылады. Өйткені бұл уақытта ол өзін бұрынғыдай жас сезіне алмай қалады екен. Алғашқы жастық ерекшеліктерін байқаған ол өмірдің мәнін түсіне алмай әлек болатын көрінеді. Ал әйел бұл уақытта тұрмыс құрмаған болса, мүлде өзін керексіз сезініп қалуы мүмкін екен. Бұл уақытта нәзік жандылар сырт келбеті емес, денсаулықтары туралы ойлағаны абзал. Өйткені осы жаста олар бұрынғыдай түнде қыдырып, 2 сағат ұйықтап, әдемі болып жүре алмайтынын түсіну керек. Бұл жаста қоғам түсінігіне еріп, өз өміріңізді дұрыстаудың да қажеті жоқ. Егер өзіңіз тұрмысқа шығып, бала босануды қаламасаңыз, басқа адамдардың ықпалымен бұл әрекетке бармағаныңыз абзал. Себебі ойланбай істеген ісіңіз ертең өзіңізді өкіндіріп қоюы мүмкін. Дәл осы кезде сіз өмірдің өзгеріске толы екен, кез келген сәттің бақытты сезіну керек екен түсінесіз. Әйел адам 40 жасқа келгенде бір күйзелістің шырмауына ілінеді. Бұл уақытта нәзік жандылар өздерін басқа адамдармен салыстыра бастайды. Жұмысын ұнатпайтын әйелдер өмірден қатты шаршап жүреді. Бұл жаста әйел адам өз өмірін өзі құрғанын түсінуі керек. Ол өзіне адал, өз таңдауына берік болуы қажет. Сондай-ақ осы кезеңде өз денсаулығына баса назар аудару керек. 50 жастағы күйзелісті кез келген әйелде болады. Бұл уақытта нәзік жандылар климаксқа ұшырап, көңіл күйде құбылмалы бола бастайды. Ол өмірде көп нәрсеге үлгермей қалғандай сезінеді. Бар ғұмырын күйеуі мен балаларына арнағандай күй кешеді. Бұл кезеңде ол махаббат туралы көп ойланып, жаңа серіктес іздей бастайды. Бұл жаста әйел адам өз бойында гормондық өзгеріс болатынын түсінуі керек. Сіз қанша махаббатты аңсасаңыз да, жас кезіңіздей сезім болмайтынын ұғынуыңыз керек. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.